Бәрі оны күлегеш дейтін. Ал шын есімі Айдана күннің өзі көкжиектен жай ғана емес, оның күлкісімен бірге ататындай еді. Қоңыр көздерінен шуағын төккен күн секілді, шексіз мейірім мен шаттық шуағы төгіліп тұратын. Оның әрбір күлкісі жүрекке жай түсіріп, суықты жібітіп, көңілсізді қуанышқа бөлейтін. Сезімтал, зерек, табиғи сұлу, айналасындағылар үшін нағыз өмірдің өзі, тіршіліктің мәні секілді көрінетін. Бірақ жүрегі ешкімге ашылмаған сырлы сандықтай жұмбақ еді. Өз адамымды әлі кездірген жоқпын дейтін үнемі, көзінің қиығынан әлдебір үміт пен мұң қатар көрініп. Жолықтырмағаны жақсы болар ма еді, кім білсін. Алишермен кездесу тағдырдың ойыны ма, әлде сынағы болды ма екен. Алғашқыда ол Айдананың жүрегін жаулап алатындай адам емес сияқты көрінген. Бойы ұзын, сөзі жұпыны, бірақ жанарында әлдебір тұңғиық бар еді. Сол тұңғиыққа Айдана сүңгіп кетті. Дала гүлдері, түнгі аспан астындағы әндер, бәрі ертегі әлемінен сыр шерткендей болатын. Солайша бір-біріне бауыр басып, уақыт өте қол ұстасып бірге өмір сүре бастады. Бірақ махаббат ертегісі көлеңке түсірмейтін күн сәулесіндей мәңгі емес екен. Күндер өте келе, Алишердің жанарында бұрынғы жылылық сөніп, орнын сұсты, суық көзқарас басып алды. Баяғы нәзік сөздер мен мейірімді әрекеттер орнына үнсіздік, өкпелі сөздер, тіпті ашуға булыққан жұдырық келді. Бір күні Айдананың қолындағы көгерген ізіне көзі түскен құрбысы таңырқай сұрады. «Не болды?» деп сұрады. «Ештеңе емес» деді Айдана. Сүрініп кеттім. Тағы бірде иығындағы жараны байқап қалғанда. Шкафқа соғылдым. Біздегі шкаф сондай үлкен, сендер елестете де алмайсыңдар деп күліп жібергендей болды. Әрбір сылтау шындықты жасырудың тәсіліне айналды. Ол өтірік айту үшін емес, шындықтан қашу үшін ақталатын. Себебі шындықтың өзі жүрекке ауыр, жанға тікенеді. Құрбылары көздерімен ғана сөйлесіп үнсіз қалатын. Себебі олар Айдананың ішкі дауысын ести білді, еш нәрсе айтпаңдар, сұрамаңдар. Мені өзіме қалдырыңдар. Араласпаңдар деп тұратын көздері. Бірақ бір күні шыдам шегіне жетті. Айдана жұмысқа қара көзілдіріп тағып келді. Бұл оның болмысына жат нәрсе. Күлкісімен танылған қыздың жүзін көлегелеп көзін жасыруы жүрегіндегі дауылдың белгісі еді. Мариям бөлмеде екеуі қалған сәтте шыдай алмады. «Айдана, не болды саған?» деді ақырын, бірақ дірілдеген үнмен. Айдана қолын жай ғана сілтеп. «Ештеңе емес, Мариям, тек ұйқым қанбады». «Өтірік айтпа», деді Мариям, бір адым жақындап келіп көзілдірігін жұлып алды. «Құдай-ау, мұны саған кім істеді?» деп айқайлап жібере жаздады. Айдана көзін төмен салып, жанары жасаурап. «Құлап қалдым» деді жай ғана. Ол өтірік айтпады. Иә, Айдана құлап қалған еді. Бірақ еденге емес, сенімінен, үмітінен, махаббатынан құлады. «Құладым дейсің бе? Сатыдан ұшып түстің бе, не?» деп Мариямның үні дірілдеп шықты. «Өтірік айтпа. Бұл Алишер ме?» Айдана жауап қатпады. Иығы қалтырап, көз жасы бетімен сорғалап, иегі дірілдеді. Сол сәтте Мариям оны бауырына басты, құшақтап тұрып, сыбырлай сөйледі, бірақ даусындағы жан күйзелісін жасыра алмады. Айдана, бұлай жалғаса бермейді. Бұл өмір емес, бұл тозақ қой. Айдана әлсіз ғана күлімсіреді. Сол баяғы күлкі, бірақ енді ол қуаныштың емес, қасіреттің көлеңкесі еді. «Не істерімді білмеймін» деді тұншыға. Ол өте қызғаншақ. Көрінгеннен қызғана береді. Ол мені жақсы көреді, жай ғана қорқып жүр мені жоғалтып аламын деп. Кейде артық кетіп қалады. Мариям шошына кейін шегінді. «Жақсы көреді дейсің бе? Бұл махаббат емес, Айдана. Бұл зұлымдық. Бір күні ашумен сені өлтіріп қоюы мүмкін». Айдана құрбысынан алыстай берді. Жақындаған сайын, шындықтың ашы жарығы жанын күйдіріп бара жатты.
Сол ішінде қашқысы келді. Олай деме. Ол тек тез ашуланады. Кейін кешірім сұрайды. Басқа қайталанбайды дейді. Әр жолы Мариямның көзінен жас ағып кетті. Бірақ ол ашудан емес, дәрменсіздіктен жаның қиылып бара жатса да жақыныңа көмектесе алмайтын күйдің ащы запыранынан еді. Сонда сен соған сеніп жүрсің бе? Айдана, ояншы. Бұл алғаш рет емес қой. Өзіңе қарашы. Сен өзгеріп кеттің. Күлмейсің, селк етпей жүретін сені әр дыбыс шошытады. Бұл махаббаттың емес, қорқыныштың кескіні. Айдана тағы да жылап жіберді. Үні сыбырға айналды. Не істеуім керек екенін білмеймін. Қорқамын. Мариям оның қолын ұстап. Иә, сен қорқасың. Бірақ сен одан емес, осы жағдайдан шығуға батылың жетпейтін өзіңнен қорқу керексің. Айдана, кет одан. Қазір кет. Кеш болмай тұрғанда. Бірақ Айдана басын шайқап сыбырлады. Өтінемін, менің жеке өміріме араласпа. Мариям үнсіз қалды. Өйткені кейде көмек қолын созудың өзі жеткіліксіз, оны ұстайтын адамның батылдығы қажет еді. Кешке Мариям барын ортақ құрбылары Ләйләға айтып берді. Ләйлә ашудан жарыла жаздады. Не? Айданаға көмектесу керек. Бірақ мен де қорқамын, Ләйлә, деді Мариям. Қойшы. Не істей алады ол бізге? Керек болса, өзім ұрып тастаймын. Менде газ баллон бар. Қажет болса, қолданамын. Айдананы құтқару керек. Түсіндің бе? Құтқару керек. Келесі күні таңертең екі қыз Айдананың үйіне барды. Алишер жұмыста екен. Есікті ашқан Айдананың көзі ісіп кеткен, шашы таралмаған, жанары өшкен үміттің күліндей көмеске. Біз саған көмектесу үшін келдік, деді Ләйлә оның қолын қыса. Сен жалғыз емессің, Айдана, жинал, бізбен бірге жүр. Менің үйімде тұрасың, қауіпсіз жерде боласың. Айдана тіл қатпады. Секундтар өтіп жатты, уақыттың өзі де тынып қалғандай еді. Білмеймін деп міңгірледі ақыры. Қайда барам? Мен оны жақсы көрем. Сол сәтте Ләйләнің жан дүниесі жарылып кеткендей болды. Сүйесің бе? Мынадай залымды қалай сүйесің? Деді ол даусын көтеріп. Ал ол сені сүйе ме? Сүйсе ұрмайды. Сүйсе қорлайды ма? Өзіңе қарашы, сен кімге айналып кеттің? Ләйлә, ақырын, деді Мариям. Жоқ, айтуым керек, деді Ләйлә қайтпай. Айдана, түсін. Бұл махаббат емес, бұл тәуелділік. Ол сені сындырып тастады. Сен оны емес, жалғыз қалудан қорқасың. Бірақ дәл осылай өмір сүргенше жалғыз жүрген артық. Қорлықпен күн кешкенше тыныштықта өмір сүрген жақсы. Айдана тағы да үнсіз қалды. Бірақ бұл жолы жүрегі қақ айырылған үнсіздік еді. Ол ішінде бір дауыс оянып жатқанын сезді. Әлсіз, бірақ тірі. Үміттің соңғы үні. Біз саған кетуге көмектесеміз, деді Мариям. Бұл жерден алып кетеміз сені. Тұратын жер табамыз, жұмысқа орналастырамыз. Тек иә де. Айдана бір сәт үнсіз тұрып екеуіне қарады. Жанары шаршаған, бірақ ішінде әлде бір үміттің сәулесі жылтырағандай болды. Содан соң бір сәтте өзгеріп кетті, жанары қасарысып, жүзі қатты, үні нық шықты. Жоқ, мен Алишерді тастамаймын. Қыздар, мен оны сүйем. Ол мен үшін өзгереді. Мен сенем оған. Сол сәтте Ләйләнің жүрегі қақ айырылып кеткендей болды. Бірақ үндемеді. Мариям да ештеңе айтпады. Өйткені кейде махаббаттың көлеңкесінде ақыл тоқтамайтын қапас болады. Күндер өтіп жатты. Бір күн Айдана жүкті екенін білді. Алғашында қорықты, денесі емес, жүрегі дір етті. Бірақ көп ұзамай сол қорқыныштың орнын қуаныш басты.
Ішінде өмір бүршік жарып жатты. Ол үшін, олар үшін бәрі енді өзгередей көрінді. Бұл біздің кішкентай кереметіміз. Міне енді бәрі басқаша болады. Ол міндетті түрде қуанатын шығар. Бала бәрін өзгертеді деп ойлады. Бірақ сол күні кешкісін аурухана төсегінде үнсіз жатты. Қимылсыз. Көзін төбеге қадап болғанды ұмытуға тырысты. Ұмыта алмайтынын біле тұра, ұмытуға жанұшыра ұмтылды. Түсіп. Себебі соққы. Себепкер Алишер. Сол күні Алишер жұмыстан қабағы түсіп келді. Ашуын жұтып емес, шашып келді. Кіре берісте көрші әйелмен сөйлесіп тұрған Айдананы көріп, ішіндегі өрт тұтанды. Сен не, мені алдап жүрсің бе? Деп ақырып жіберді. Мына күйеуімен ажырасқан қатынмен ауызшаласып, мен жоқта жігіттерді үйге кіргізіп жүрсіңдер ме? Сен де осы қатын сияқты болғың келе ме? Деп ақырды. Көрші әйел аң-таң. Не айтып тұрсыз өзі? Қалай сөйлейді мынауың? Деді шамданып. Бірақ Алишер тыңдағысы келмеді. Айдана араша түсіп. Алишер, өтінем, қойшы. Жалынамын, олай істеме. Мен тек пирогтың рецептін сұрадым, деді еңіреп. Ол тыңдамады. Көршіні күшпен итеріп, есікті тарс жапты. Сосын Айдананы үйге сүйреп кіргізіп айқайға басты. Сен мені ақымақ көресің бе? Пирогтың рецепті дейді. Бәлкім төсектің рецептісін талқылап тұрған шығарсыңдар. Деген Алишер келіншегін аямады. Өтінем, жаман ойламашы, деді Айдана дірілдеп. Сол сәтте соққы тиді. Бір емес. Бірнеше. Аяусыз, тура ішіне. Сол бір ұрып тұрып айтқан сөзі Айдананың құлағынан ешқашан кетпестей болды. Сендей сайтан қатын өлсін, деді. Жедел жәрдем келгенде бәрі кешет. Дәрігерлер қолдан келгеннің бәрін жасады. Бірақ құрсақтағы кішкентай жүрек соқпай қалды. Айдана ауруханадан үнсіз шықты. Ешкімге ештеңе демеді. Жылаған да жоқ. Жылайтындай жас қалмаған. Бірақ бәрібір сол бір суық үйге қайтып келді. Тозақтың ортасына. Құбыжықтың қасына. Алишер бәз баяғы әдісін қайталады. Үнсіз қарап тұрып, жыламсырап. Кешір мені, жаным. Мен ондай болғым келмеген. Бұл бәрі анау көрші қатынның кесірі. Жақсы адам емес қой ол. Мен саған уәде беремін. Мен өзгеремін, деді. Айдана тыңдады. Бірақ ішіндегі түйсік сенген жоқ. Жүрегі махаббат емес, жек көрушілікті сезді. Қасында адам емес, енді ажал тұрғандай көрінді. Бірақ отбасын сақтап қалуға мүмкіндік берді. Уақыт өтіп жатты. Айдана күйеуінің қасында тірі. Бірақ іштей өліп қалған. Жансыз, үнсіз. Тыныштықпен көмкерілген тозақты өмір. Бұлай жалғаса бергенін қаламады. Алишер сол баяғы әуеніне қайта көше бастағанда Айдананың шыдамы шегіне жетті. Бірде Алишер төсекте ұйықтап жатқан. Ал Айдана көзін жұмғанмен ұйықтай алмады. Көкірегінде әлде бір шындық бұлқынып жатты. Сол шындық ақыры еркіндік тілеп сыртқа шықты. Мен кетемін, деді ол. Алишер бірден оянып кетті. Даусы ашулы, әмірлі шықты. Қайда барасың? Сен менің әйелімсің. Сен менімен қалуға тиіссің. Мен сені жібермеймін, деді Алишер. Айдана бұрынғыдай емес. Бүгін ол өзіне сенімді. Мен сенімен өмір сүргім келмейді. Мен сені жек көрем. Естідің бе? Ол қолын жұлып алды. Киім-кешегін үнсіз жинап, артына бірде-бір рет қарамай, есікті жапты. Сол сәтте ғана жүрегі дүрсілдеп, аяқ-қолы дірілдегенін сезді. Бірақ енді қайтып тоқтағысы келмеді. Ол білетін, егер дәл қазір қалса, бұл адам оны бір күні өлтіретініне көзі жеткен.
Махаббат деп жүріп, өмірінен айырылып қалғысы келмеді. Ақшасы аз еді, бірақ бостандық, бостандық ең қымбат байлық. Айдана қаланың шет жағындағы коммуналдық пәтерден бір кішкентай, ескілеу бөлме жалдады. Жұмысқа орналасты. Түскі асын үнемдеді, кешкі шайын жартылай ішіп үнемдеді, бәрін қайта бастау үшін. Кешкісін, жалғыз жатын бөлмесінде жан-жағына қарап, көңілсіз тұнжырап жататын. Жылайтын, бірақ сонысына қарамастан алғаш рет өзін тірі сезінді. Жылап жатса да, енді ол еркінеді. Бірақ Алишер тыныш жатпады. 2 апта өтпей, ол Айдананы тауып алды. Бір күні жұмыстан қайтып келе жатқанда, Айдана үйдің алдында таныс көлікті көрді. Жүрегі зырқ ете қалды. Тоқтап көше бойындағы ағаштардың тасасына тығылды. Алишер көлікте отырған. Терезеге қарап, темекісін тартып, ешкімді күтпейтіндей, бірақ асыққандай күйде. Айдана демін ішіне тартып, қозғалмастан отырды. Сағаттар өткендей көрінді. Ақыры Алишер көлігіне отырып кетіп қалды. Ол кеткен сәт, Айдана үшін өмірінің жаңа беті ашылғандай болды. Жан ұшыра үйге жүгіріп кіріп, азғана затын сөмкеге салды. Құжаттарын, телефонын, ақшасын алды да вокзалға қарай беттеді. Ол қашып бара жатты. Қорлықтан, қорқыныштан, қан қызыл өткен күндерден. Таң алдында ауылға жетті. Кішкентай ескі шатырынан жаңбыр тамшылайтын үй, оның жанына қорған болар соңғы үміт еді. Есік сықыр етіп ашылғанда анасы, Нәзира, босағада тұр еді. Жүзінен шаршағандық байқалса да, көзінде алаулаған алаң бар. Қызының жылап сіңген, өңі қашқан жүзін көріп ақ бәрін түсінді. Айдана, жаным, деді ана, жүрегі дірілдеп, не болды саған? Айдана ештеңе демеді. Тек анасының құшағына құлап, иығына басын қойды. Жылағанда жоқ. Жылауға шамасы қалмаған еді. Тек құшағы жан жарасын емдеген дәрідей жылы еді. Нәзира сөз сұрамады. Үнсіз шай берді. Қызын құшақтап отырып, жүрегіне жылу құйды. Сол түнде Айдана төсекте үнсіз жатты. Айналасында тыныштық. Бірақ бұл тыныштық енді бұрынғыдай емес. Бұл тыныштық үміттің тыныштығы еді. Ең болмағанда енді ешкім айқайламайды. Ешкім ұрмайды. Қарапайым бір бөлмелі үйде тыныштық, қауіпсіздік, ана құшағы және өмірді қайта бастауға алғашқы қадам басталды. Анасының үйіне келгенде ғана ол өзінің жүкті екенін білді. Құрсағындағы баланың жазығы не? Анасы екеуі ақылдаса келіп баланы алдыртпайтын болды. Енді осы перзенті үшін өмір сүреді. Анасы жәрдем береді. Айдананың жүкті екенін сыртта естіген Алишер мен анасы бірдей екеуі келіп кешірім сұрады. Бірақ ол әрекеттерінен түк шықпады. Нәзира оларды маңайына жуытқысы келмей, қызымнан аулақ жүріңдер деп қуып шығатын. Уақыт өте Айдана сәбиін дүниеге әкелді. Сәбиі үйге жарық сәуле әкелгендей анасы екеуінің өмірі жадырап сала берді. Балапаным, деп сыбырлады ол. Сен менің жарығымсың. Мен сені ешқашан ешкімге бермеймін, деді. Анасы Нәзира көрпесін қымтап, сен енді осы балаға керексің, деді. Мен енді балам үшін өмір сүргім келеді. Қызым, деді Нәзира жымиып. Қорықпа, мен сенің жаныңда боламын, деп үнемі қолдауын білдіріп отыратынын жеткізді. Анасының үйінде, құшағында сәбиі бар Айдананың қайтадан сыңғырлап күлкісі естіле бастады. Қызының беті бері қарап қайта өз қалпына келіп жатқанына Нәзира да бақыттан тасыды. Енді оның кішкентай шаңырағы қызының шат күлкісімен нәрестенің гуіліне толды. Уақыт өтіп жатты. Алишер үнемі телефонда хабарласып тұрды. Айдана сөйлескісі келмейтін. Бірақ ол баласын желеу етіп қайта-қайта хабарласа беретін. Маған қайта оралмайтыныңды түсіндім. Бірақ баламды бір көруге мүмкіндік берші. Мен оның әкесімін ғой деп жалынып қоймаған соң, Айдана ұлын әкесіне көрсетуге бел буды. Алғашқы кездесу жақсы өтті.
Алишер өзін жақсы ұстап, баласына үйіп төгіп сыйлық әкеліпті. Өзі момақан күйге түсіп қалыпты. Кейінгі кездесуде тыныш өтті. Алишер кейінгі күні де баласын желеулетіп, ескертусіз үйге келді. Балаға сүт пен айданаға дәрумендер алып келіпті. Бірақ есік алдынан жедел жәрдем көлігін көріп қалды. Қоршаудан көрінгенше бақылады. Осы кезде оның көзіне қан тола бастады. Дәрігер кетіп бара жатып, айданаға жылы жымиғаны жай ғана сыпайылық емес, өзінше бір ерекше көңілмен секілді көрінді. Міне, бәрі осыдан басталды. Жедел жәрдем кеткен соң, ұнады ма саған? Сол дәрігердің қараған көзі, деп үйге кіріп келді айқай салып. Айдана жалт қарады. Қорқып диванның арқалығына жабыса түсті. Не болды саған? Не айтып тұрсың? Дір-дір етті Айдана. Сен соған ұнадың. Сен күліп қарадың. Оны байқамадым дейсің бе? Ол жақындап келді. Айдана кері шегінді. Алишер оған тап беріп ұрып тастады. Бетіне, ішіне, аяғына тоқтаусыз, аяусыз соққылар жұмсады. Айналаны қасіреттің үні басты. Айдана жылады, айқайлады, жалынып тоқтауын сұрады. Бірақ Алишер тыңдамады. Ол бойын қызғаныш пен қатыгездік билеп алған құбыжыққа айналып кетіп еді. Сол сәтте Нәзира үйде жоқ еді, орталықтағы дүкенге қарай шығып кеткен болатын. Алишер соққыны тоқтатқанда Айдана қимылсыз жатты. Оның денесінде сау жер қалмады. Алишер жанында отырып, білегінен ұстап тамырын тексерді. Жүрек соқпай тұр. Келіншегімен қайта табысамын деп, оны ұрып өлтіріп қойды. Төсектің қасында кішкентай Бекжан шыңғырып жылап жатты. Бірақ Алишер оған бұрылып қарамады да. Сыртта ит үрді. Құстар кенет тына қалды. Уақыт бір сәтке тоқтап қалғандай. Қанша соққы, қанша айқай, қанша өтініш бәрі бір ғана нүктеге кеп тоқтаған. Қансырап жатқан дене үнсіз еді. Көзі ашық, бірақ жанарында тіршілік қалмаған. Алишер демін ішіне тартып қалш-қалш етті. Ол сәтте оның көзінде өкініш, үрей де, ес те болмады. Тек қараңғылық, өз қолымен жасаған өлімге сенгісі келмеді. Қолын созды, жұлқылады. Тамырды тексерді. Қозғалыс жоқ. Тыныш жоқ. Сол сәтте оның көзі қабырғадағы айнаға түсіп кетті. Айнада өзі. Қара көлеңкелі, көзі қанталаған демігіп, жындыға ұқсайтын бейне. Өзінің түрінен өзі шошып кетті. Қанша жақсы көремін деді. Қанша өзгеремін деп ант ішті. Бірақ шындық жалғыз еді. Ол сүймеді. Ол иемденді. Ол қорғамады. Ол сындырып өлтірді. Ол отағасы болмады, өлімнің себебі болды. Кенет сырттан дауыс естілді. Айдана, деді анасы Нәзира, алыстан. Қызым, мен келдім. Алишер селк етті. Бөлменің терезесінен түсіп артына бір қарады да қашты. Төмен қарай ауыл шетіндегі тоғай жаққа. Нәзира есікті ашып үйге кірді. Кірген бетте жүрегі шым ете қалды. Айдана, деді алаңдай. Жауап болмады. Қызым, деді жүрек дүрсілі үдей түсіп. Келесі секундта тізесі дір етті. Қызын еденде көрді. Қозғалмайды, беті бозарып кеткен. Жанарында мұз қатып қалғандай. Құдайым-ау, жоқ. Жоқ, деп ұмтыла құлап қызының басын құшағына басты. Жаным, қызым, аш көзіңді. Айдана. Сол сәтте көрші есік сықырлап ашылды. Жүгірген адамдар, телефондар, айқай-шу. Жедел жәрдем шақырыңдар, деп бір әйел бақырды. Бірақ бәрі кеш еді. Полиция келді. Жедел жәрдемде. Құжаттар рәсімделді. Үй ішіндегі тұрмыстық жанжал салдарынан қаза тапты деген суық жазба қойылды. Алишер қашып үлгерді.
Бірнеше күн іздеді. Бірақ ол жоқ. Жер жұтып қойғандай. Төсектің жанында жылап жатқан кішкентай Бекжан бұл әлемнің әділетсіздігіне алғаш куә болған сәби еді. Ол енді ешқашан «мама» деген дауысқа жауап естімейді. Ешқашан анасының иісін құша алмайды. Бұл оның жүрегінде өмір бойы өшпес сағынышқа айналады. Ал орман ішінде, тастың үстінде бүрісіп жатқан Алишер енді адам емес. Ол өз қолымен өз өмірінде, өзгелердің өмірінде қиратып тынған адам кейпіндегі құбыжық. Сот ақыры психикалық ауытқу деп танып, Алишерді қатаң бақылаудағы клиникаға жіберді. Бірақ бұл ешкімге жұбаныш болған жоқ. Нәзира үшін жалғыз қызы енді жоқ. Бекжан үшін ана деген үміт енді үнсіз суретте ғана өмір сүреді. Нәзира немересін құшағына басты. Сол күннен бастап ол тек әже емес, ана да, әке де болды. Қарапайым зейнетақы, ескі үй, бірақ шексіз мейірім. Ес біле бастаған Бекжан бірде: «Әже, анам қайда?» деп сұрады. Нәзира көзіне жас алып: «Анаң аспанда. Ол саған күнде қарайды. Саған жарық болып түседі. Ол сенімен жүрегіңде» деді. Бала үндемеді. Терезеге қарап отырды. Көкжиекте күннің сәулесі анасы секілді жымыңдап тұр еді. Айдана енді жоқ. Бірақ оның хикаясы тірі. Бұл оқиға кез келген қыздың, ананың, әпкенің бастан кешуі мүмкін шындық. Бұл үнсіздіктен туған, қорлықпен көмілген бір тағдыр. Ал осындай бір тағдыр мыңдардың көзін ашуы мүмкін. Ешбір адам ешқашан «мен ұрады, бірақ сүйеді» немесе «өзгеремін деді, тағы бір мүмкіндік берем» деп өз-өзін алдамау керек. Өйткені Айдананың соңғы мүмкіндігі өмірі болды.